Сәлеметсіздер ме оқырмандарым, бүгін Мира Сүйіншәлиеваның «Адасқан ару» шығармасын назарларыңызға ұсынамын. Қазіргі адамды тура жолдан адастыру оп-оңай болып қалды. Адамдардың қолындағы ақшасын алып қою, атына кредит рәсімдеу және рухани жолына адастыру өте қатты қарқын алуда әлемде. Оның басты себебі әлеуметтік желідегі желдей ескен ақпараттар, қайсы өтірік, қайсы шын екенін айыра алмай қалған қара халық зардап шегеді. Қатын, әй қатын, бөтен үйде шошындап неғып жүрсің? Төркініне барып тайрандап, көзіңе көк шыбынды үймелетпесін десең, тез шық. Ұялы телефонның ар жағынан ішіне сыймаған ашуын нүкіс оқтай боратып қоя берді. О надан, менменшіл, төсін сабалағаннан басқа түк бітірері жоқ күйеуінің даусынан қатты қысылған Райхан бір бозарып, бір сазарды. Қатын, шық дедім ғой үйден, шық жылдам, ескертпей неге кеттің, а? Апамнан рұқсат алып едім 2 сағатқа деп Райхан дір-дір етті. Апаң не айтып тұрғанын? Ол кім, мен кім? Бұл жерде шешенің билігі жүрмейді. Мына менің айтқаным заң. Сен қатын сөзге түсінбейді екенсің, а? Бәлем қолыма түс, тек бауыздап тастаймын. Отағасы, достарым кеше әженің қарасында ту алыстан келдің ғой деп бір шәугім көңіл шай болса да ішіп кетші деп қолқа салған еді. Келгенім тап қазір ғана, босағадан кері аттауым ыңғайсыз болар. Қатын, қайдағы дос, қайдағы шай, қыз қырқынмен қыдырғанда өлгенін тіріледі деп кім айтты? Мылжыңыңды тыңдайтын уақытым жоқ. Мені отағам деп сыйламадың, дінді бұздың, бала-шағаны тастап қыдырып кеттің. Бөтен біреулердің уағызын тыңдап, өз дініңді сатпақшысың, а? Осыдан үйге қайтпасан, сол үйдің сыртынан өрт қойдырамын, жегеніңді желкеннен шығарамын, құртамын, төбенді оямын, шашынды жұламын, қанынды сорамын. Ашу қышса адамды таптап шайнап тастайтын қара бура секілді жан-жағына түкірігін шашып сөйлейтін нүкісі ойда жоқта құтырып ала жөнелді. Нүкіс, түсінші мені, осыншалық сыйлап шақырғанда ұят қой, ең болмаса бір кесе шай ішейін. Жоқ, ішпейсің. Жан баласынан жасырған шаруаларын күйттемек болып кеше ғана тікұшақпен А қаласына ұшып кеткен күйеусымағы аяқ астынан әйелінің басқан ізін бақылап берекесін қашырып, телефонмен ақ сілейтіп салды. Вампир байының біреуді шабамын десе шауып, атамын десе атып түсіретін қатыгез мінезінен қорқып қалған Райхан солқылдап ала жөнелді. Ешқайда қия бастыртпай, үйден қарыс қадам аттатпай, торға қамап заңсыз әйел етіп ұстағалы нүкістен жегені таяқ, көргені қорлық. Райхан жайшылық па, баяғы күйеуінбе көнбей жатқан, оның бүйтіп бүлік шығаратын білгенде қолқа талып қалмаған екенбіз. Мынау тал түсте мұнысы не? Еліңе әзір келіп тұрып, тұқыртуын есуас неме деп баяғыдан ауылда бірге өскен жан досы шаттық реніш білдірді. Қыздар, мен кетейін, отағам айтқанына түсінер емес деді Райхан көзінің жасы етегіне төгіліп. Кеткенің қалай, кіргенің жаң емес пе? Сенімен шүйіркелесіп мауқымызды басамыз ба десек, бәлен жылда әзір кездескенде нүкісін қылдау қыла жақты. Шырқымызды бұзатынын білгенде телефонды өшіріп тастауын керек еді. Отағам бәрі 7 қабат жер астынан іздесе де табады мені. Оның жыны жаман. Осы дастарханды сенің құрметіне жайып ек, босқа рәсуа болғаныма, дәміне үлкен емессің, Құдайдың кенже ұлындай әкірендеуін теріс ағымға көндіргенмен қоймай. Әй, сол жетпегір нүкісті қайдан таптың, а? Бағыңды байладың ғой әбден. Күн шыжып тұрғанда үстіндегі 40 қабат киімі мынау. Қыз кезінде жұлдызда жарқырап қатарының алды болған Райханның айдаладағы нүкіс деген молдаға ере шығып, бөгде дінді қабылдап, өзге жолды таңдағанына сырттай тістерін қайрап жүрген құрбылары ашумен екеуінде сыбап-сыбап алды. Қыздар, енді қайтайын, апам да осылай ұрсады. Мұндай күйге қайтып түскенімді өзім де білмеймін. Мен ұстанған діннің талабы қатан. Отағамның айтқанынан шықпауым керек. Отағамның рұқсатынсыз мешітке де бармаймын. Көршілермен тілдесіп сәлем сауқат сұраспаймын. Көшенің қарсы бетінде дүкенге барсам да балаларды ілестіруім керек. Мына балаларды апам бағам деп алып қалды, әйтпесе нүкістің соған да жыны қайнап. Мәссаған, мұндайда дін болады екен. Омырау еметіні бар, еңбектеп жүргені бар, бәріне жалғыз өзің қайтып қарайсың. Балаларын ойласа сенімен бірге пойызға билет алмай ма? Тікұшақпен тұра шаппай. Өзінен жасы кіші жігітті отағам деп сонша неге дандайсыздасын? 8 бала тусан да әйелім деп сыйлап жатқан ол жоқ. Құдайдан қыз тілеп тағы көтеріп жүрсін. Енді алданышым осылар ғой деп қою түсті көйлегінің сыртынан қарбыздай томпиған ішін сипап қойған Райхан тіршіліктен түңіліп қажығандай ауыр күрсінді. Бөлме ішін көңілсіздік биледі.
Асықтай алтын басының қадірі қашқан, баға ашылмаған Райханды балауса кездерінен бұрымдары желбіреп бірге өскен достары қатты аяп кетті. Жүрегінде көмірдей болып жиналып қалған қайғы мұңын енді ғана тарқата бергенде телефон түскірі қайтадан қоңыраулатты. Баяғы отағам ғой, ол қадалған жерінен қан алмай қоймайды, қыздар, мен кетейін деп Райхан дегбірсізденді. Енді ғана шүйіркелесе бергенде шырқымызды бұздау түк кісілігі жоқ екен өзінің. Қара жамылған адамға көңіл шай беретін қазақтың ырымын дін жолында жүріп білмей ме осы досы арайлым бұлқан-талқан болды. Ызадан булыққан қыз-келіншектерге бетінің оты шығып қараған Райхан безілдеген телефонды амалсыздан көтерді. Қатын, әлі отырсын ба, өсек айтып шық дегенім қайда? Жаңа ғана шешеммен сөйлестім, әйелімді еркіне жіберген үшін жазаңды берем дедім. Қойшы нүкіс, отағасы, апама неге қатты айттың? Ол кісінің жазығы жоқ еді ғой. Осыдан тап қазір үйге қайтпасаң, кешкі ұшақпен жетіп барып быт-шытыңды шығарамын, төркіндеріңді түгел тасталқан қыламын. Отағасы, міне қазір. Осылайша әр сағатын, әр минутын түгендеп тексеріп, берекетін бес тиын еткен күйеуінен құтылмасын біліп, сала құлаш көйлегінің етегіне сүрініп қабынып жығылып құлап сыртқы есікке беттеді. Жау шауып келе жатқандай, сонша не болды? Ем болмаса наннан ауыз тиші, бәрі бітіп, апаңа да ұрсып па, шынымен де беті қалың екен деп жан-жағынан сөз жарыстырған достары онымен ілесе сыртқа шықты. Бәрінен бұрын апамнан ұят болды. Байғұс апам онсыз да мені ойлап қартайып кетіпті. Кеше түнде төбемдегі шашымды көріп жылап еді. Райхан тағы да жанарын сулады. Шашыңа не болды? Арамыздағы бұрымды қыз сен едің ғой. Түсіп қалды, үнемі орамал таққаннан шығар. Ауа жұтпаса шашта сирейді екен. Бұл нүкістен өлмей құтылмассың. Сәбилерім болса анау, өзін аман жүрші тек деп шаттық мұңайды. Отағасы, міне таксим келді. Күн шақырайып тұрғанда үйге тіке апармай ма? Номерін қайтесің, қазір айтайын деп жаны көзінің ұшына көрінген Райхан қыздармен де қоштаспастан кете барды. Ей Райхан, біткен екен ғой бұл Райхан. Өмір емес, қара түнек екен ғой. Білмей жүрсек, басқа дінге кіріп, адамдықтан ада қалған екен ғой, қайран құрбымай деп күрсінген достары көліктің соңынан ұзап қарап қалды. Қой жүріңдер, ішке кірейік. Бұл оның басына жазылған тағдыры шығар. Бірақ бүйтіп адасуы мүмкін емес еді. Біз білетін Райханның тіптен ақылға сыймайды. Сірә анау сұмырай сиқырлап тастаған секілді. Теріс діннің ағымы қатты деуші еді. Рас шығар, әйтпесе сол сұмырайға көнетіндей басына не күн туыпты деп арайлым ренішін білдірді. Сөйтіп Райханға жайылған ақ дастарханның төрт бұрышында бүрісіп өздері қалған жан достар ең бақытты қыз ғұмыр кездерін сағына еске алды. Бет-аузын төсін қоңыр түсті қылыш қаптаған нүкісті оқымысты қыздың қайдан тапқанын, қайтып жолықтырғанын жан баласы білмейді. Ол ешкімге ашылып сыр шашпайтын, кітаптан көз алмайтын, мінезі тұйықтау, сабырлы еді. Бесіктен белі шыққаннан білімге құмар болып өсті. Мектебін бітірген бойда бейтаныс қалаға аттанды. 5 жыл бойы қылтың-сылтыңсыз оқып, күректей қызыл диплом алды. Бір оқу азда екіншісін және тауысты. Оны да 5-ке бітірді. Бұлақтың зәм-зәм суындай білімнің нәріне шөлі қанбады. Қос қызыл дипломмен енді шетел асты. Біздің Райхан оқып аспанды тесіп шығатын шығар. Оқуға деген ынтасы бөлек десті. Кафедрадағы оқытушы ғалымдар түгел таңғалып. Әу бастан ауылдастарының мақтанышына айналған көрікті арудан ел жұрт үкілі үміт күтті. Қыздары бір емес 2 институтты тамамдап шешінген судан тайынбастай белді бекем болып шетел асқанда әке-шешесі қуанғаннан жер көкке сыймады. Үйдегі бауырлары да апаларын кәдімгідей сүйініш тірек көрді. Ал кластас құрбы достардың Райхан десе көңілі алабөтенеді. Оған тең келер ақылды, әрі оқымысты, әрі ару таппайтын. Сөйтіп шет тілінің біразын меңгеріп, дөңгеленген дүниенің тең жартысын шарлап, асқақтаған арманына қол жеткен жолы ашық, мақсаты айқын ару елге оралды. Білімнің теңізіне терең бойлаймын деп жүргенде 30-дан асқан жасын да ұмытты. Баяғы есі дерті 10 жыл жоғары білім берген сүйікті қаласында жұмыс істеп алаңсыз тіршілік кешу еді. Ол ойы да орындалып, білдей оқу орнында дәріс беріп, жұрт қатарлы жүріп жатты. Бірақ бақыты байланып, қапияда қазулы орға түсетінін байқамады. Алыста жүріп туған елін аңсаған ару бірте ата-бабалар аруағына тағзым етпек ниетпен төбесі алтын түстес зәулім мешітке кіріп шықты.
тап сол мешітте бас терісі келіспеген Нүкіс деген молданың барын қайдан білсін? Құдайдың үйіміз деп талайды иландырған қасиетті ғимараттың ішінде ала-құла адамдардың да жүргенін аңқау басы қайдан сезсін? Жүзі игі жандарды көріп, көңілі көншіді. Бәлен жылы шет жақта жүріп, көлденеңге сүрінбеген сауатты әрі ішкі сарайы кең бойжеткен көгілдір аспан астында адасамын деп ойлап па? Көзіне түскен тым тәуір бикештердің теріс ағымға ілесіп, орамал байлап, мешіт жағалап жүреуін әу бастан өзіне жұмыс қылып алған Нүкіс, бой десе бойы, көз десе көзі бар Райханды байқап қалды. Іле арам ойын жүзеге асырмақ ниетпен білдіртпей қыздың соңына түсті. Оның саябақ ішінде отырып та, автобуста келе жатып та, кітап оқитын бірнеше қайтара көрген ол қақпанына тезірек түсіруге кірісті. Мына қызды тоқал қылып алсам несі бар? Бас имамның алдында беделім өсе түседі. Өзіме көбірек ұпай жинасам, ұйымның да маған деген сенімі үдейді. Бұлай аршын төс әдемі ару болғанмен көп күлмейді екен, үнемі жападан жалғыз жүреді. Қасындағы жігіттер қармағына іліп әкетпей тұрып тезірек қимылдайын деді. Сөйтіп мешіттегі кезекші көлікке мініп, шыттай болып киініп, иегінің астындағы селдіреген ешкі сақалын әтірін сеуіп, Райханның басқан ізін аңдыды. Талай қыз жігіттің обалына қылған әккі бір оны тасадан әдейі күтіп тұрды. Студенттерге кезекті дәрісін оқып, Гүлзарбаққа аяндаған оқымысты арудың жолын бөгей түсті. Қарындас, жүзіңіз таныс екен, сізді шырамытып тұрмын, бір дәмханадан көрдім-ау деймін. Кітапты көп оқисыз, иә? Мен де оқымыстының бірімін. Құттай уақыт тауып, мына кітаптарға көзіңізді сүзіп шығыңызшы, тағысын тағы. Ілкіде жігіттің сөйлеген сайын шошаңдаған сақалынан жиіркеніп, тіксіне қалған Райхан райынан тез қайта бастады. Күн қырғатпай қымбат көлік мініп келіп тұратын әңгімешіл, көпшіл, аса мейірімді, іші бауырыңа кіріп кете жаздайтын Нүкісті бірте-бірте зор санады. Бойы қысқа, бұты талтақ жігіттің тұла бойындағы кемістігінде көзге ілмеді. Қолтығының астынан күл жіберіп, жымысқы күлкісімен, теріс оқуымен басын сиқырлап, алдап-арбап жүргенін сезбей елеуіне көне берді. Онысымен тілдескен сәтте желкесін тартып, шекесі соқылдап, ертеңгі күні зауқы соқпай тұла бойын қара зіл басатынын байқамады. Оқымысты ару мұның бәрін шаршағаннан деп ұқты. Уақыт өте келе қайнаған қызу тірліктің бойын алшақ ұстап, Нүкістің берген діни кітаптарынан көзін алмай, тіпті тосын қылықтарға бой аудырды. Бір келіп, бір кетіп, сапырылысып жататын студенттер де бұрынғыдай жанарының жарқылы, бойында шаттық жоқ апайларына таңырқай қарады. Көп тілге жетік, білімді жанның ізін торып тасада теріс пиғылды молда Нүкіс тұрғанын олар қайдан білсін? Жігіт атаулыны маңына жолатпаған, ғашық та болып көрмеген, сезімнің сергелдеңін өткермеген әдемі ару тал түсте сара жолдан осылайша адасты. Маңайдағы жұлдызын өшірді. Теріс ағымды таңдаймын деп жарқын болашағын опат қылды. Бақандай 10 жыл студент болғанда жатақхананың қуыс мүйісіне тығып, пәтерден пәтерге көшіріп жүретін мұқабасы қалың кітаптары қалды шашылып бір бұрышта. Тесік тамағынан жырып сатып алған гүлді-гүлді көйлектері қалды киілмей. Табиғат ана сыйлаған ай қабағын, әдемі жүзін бұрынғыдай желде желпімеді. Жын шайтан құсап адамның албастысына айналған Нүкіс ақыры керемет қызды қолына оп-оңай түсіріп қорқылды. Жалған ағымның жетегіне ілестіріп, иықтан түскен шашын күннен де түннен де жасырды. Бұл аздай үстіне шала-құлаш көйлек кигізіп, бет-аузын жара қаптағандай тұмшылады. Қысы-жазы денесін тұншықтырып бықсытып қойды. Сөйтіп Райхан күндей жарық өмірін түбегейлі өзгертті. Басына жаулық салып, өңінді көрсетпей жүрсен жамандық атаулы жоламайды. Перінің қызы жолынды бөгемейді. Әйелдер үнемі ерінің иығына тығылып, бүрісіп жүруі тиіс. Сонда шайтандар сенен ығыр болады. Мынау ашық-шашық жүргендердің бәрі шайтан. Олардың ішкен жеген де харам. Сақ бол деп зәресін ұшырды. Қиялмен құрастырып өтірікті майын тамызатын Нүкісі қайта-қайта мешітке апарып, түрлі уағыздарын айтып, қыздың миын шырмауықтай шырмады. Бірді емес, мыңды шығар білімді бола тұра, жылпос жігітті әзірейіл санаған қыз қақпанға оңбай түсті. Талай аруды адастырып, ақ жолдан айнытқан жексұрын біреулердің алдында зор беделге ие болып, ақыры діттеген ойына жетті. Сөйтіп оның сөзден сарай салған қиялына, құр ертегісіне,
қырық өтірік уәдесіне сенген Райхан әбден сорлады. Ойланбай от басты. Апа, мен ерге шықтым деді. Ол бірде той думансыз нүкіспен көңіл қосқанын түс пен кештің арасында телефонмен естіртіп, сәлем сауқат жоқ әншейінде қой аузынан шөп алмайтын қызын жұпар танымай тұрып қалды. Райхан, бұл сенбісің деді сәлден соң абдырап. Апа, әрине мен ғой, ерге шыққанымды айтайын деп, отағамның аты Нүкіс. Осы жақтың тумасы. Жақында некемізді мешітте қидырдық. Оның дінін қабылдадым. Енді екеумізді Құдай түгіл жын шайтанды айыра алмайды деп, қызы бұрынғыдай емес, батылдау тіл қатқанда шешесі талып қала жаздады. Қызым, қайдағы дін, қайдағы неке, не айтып тұрсың? Есің дұрыс па деді ашу шақырып. Құдайды да өзімді де алдап тұрғаным жоқ апа. Жаңа өмір бастадым. Жұмысты біржолата тастадым. Отағам аман болса асырайды. Шариғаттың заңы бойынша еркегі түзде жүріп, әйелі бала туып үйде тұруы тиіс. Мені уайымдама, бұрынғыдай көп звондама. Әлсін-әлсін намазға жығыламын деп Райханы одан сайын жанын түршіктірді. Қызым, бұл қалай болғаны? Әлде біреу ырқына көндірді ме? Сөз байласып жүрген ешкімін жоқ еді ғой. Ойыннан тез айны қарғам. Райымнан қайт. Мына жайтты әкең естісе асылып өледі. Ақыл дедің ғой, есіңді жи. Басыңа орамал тартпа деп шеше байғұс шырпыр етті. Жоқ апа, әкеме қазір естірт, мені дұрыс жолды таңдады де, біз кірген ағымнан асыл ештеңе жоқ. Райхан сөзі доғар, әуелі құда түсіртіп той жаса, алдымыздан өт, сенің жақсылығыңды бүкіл ел күтіп отыр ғой. 30-ға келгенде қашып кетті деп күлмеме бәрі, анау жұртқа қай бетімізбен қараймыз. Апа, енді қайдағы той? Біздің дінімізде той томалаққа қарсы, улап шулауға болмайды. Оның үстіне Нүкіс әке-шешесімен араласпайды. Өйткені олар адам емес, арам. Қап мына қыз, қылдау қыла жақты деп, тілі күрмеліп бұдан әрі сөйлесуге дәті шыдамаған жұпар шекесін ұстап отыра кетті. Жаңа ғана қызының Нүкіс әке-шешесімен араласпайды деген бір ауыз сөзі жүрегіне инедей қадалды. Бөтен дінді қабылдап теріс жолға түскендердің басқа туған ата-ана бауырдан бойын аулақ ұстап, бір бетке қатыгез болып кететінін естуі бар еді. Қызының шынымен адасқанын байғұс ана бірден сезді. Көптен хабарсыз кеткенге жұмыстан басын алмай шаршап жүрген шығар деп ойлады. Айдың күннің аманда елге шықтым, дін жолына түстім деп құйқасын шымырлатып қойғаны мынау. Жамандық атаулы да жата ма? Әлпештеп үкілеп өсірген қыздарының суда батқан қайықтай жат ағымға ілескенін бүкіл ел естіп жағаларын ұстады. Апырай, тым білімді бала еді ғой, оқу өтіп басы ауырып кеткен шығар десті үлкендер жағы. Тіл көз тиген шығар, шешесі құсаған көркем еді деді тағы бірі. Басқа Райханнан мұндайды кім күткен? Бәріміз де бір алланың құлымыз ғой, дегенмен жаман жолды таңдағанын қалай білмейді. Оқыған тоқыған көп еді ғой, мүмкін емес десті жұрт. Заманның түзуінде үсті басын бітеп, қара жамылғаны қайткені, қандай жағдайда тап болдық. Еріккен біреулер жастарды бұзу үшін әдейі ойлап шығарыпты осының бәрін. Шамасы тиген байы да сау сиырдың боғы емес. Ауыл іші алып қашпа әңгімеге толы. Өскен орта дос-жаранның гүлі болған арудың бұдан әрі жаңылтпаш өмірін, қапаста қалған тірлігін налып жүрген бір жан. Теріс діннің құбыжығына айналған қыздарын естігелі әкесі Рахымбай мен шешесі Жұпардан береке кетіп бақтайды. Жұрт көзіне қарауға қысылып, жүнжіп күйінгеннен өздерін қайда апарып қоярын білмеді. Ел қатарлы көште жүрген жандар еді. Қыздарын ойлап қайғыдан қан ішті. Жүздерін жасырып, күн ұзағына тас мұладай тым-тырыс үйге қамалды. Ұяттан өртенген өзектерін қайтсек жазамыз деп кейін қалаға қоныс аударды. Қалған бала-шағаның қайырын көктен тілеп, баяғыдай жарқылы жоқ қоңыр тірлікке мойынсұнды. Бірақ көкіректе тас боп қатқан шер мен мұң жібейді ме? Бұрынғыдай төбе көрсетіп тұрмақ. 2-3 айда бір рет, онда да Нүкістің рұқсатымен телефон соғып қалдерін сұрайтын қыздарын әбден сағынды. Бауыр еті балаларын 1-2 іздеп барғысы келіп еді, күйеу бала қош көрмеді. Ақыры тура арада 5 жыл өткенде тетті сәбилермен төркінге ертіп әкелді Нүкісі. Жүдеп жадаған, жүзінің жартысын жасырған, орамалдың ар жағынан отсыз көздері ғана көрінген, бір уыс боп қатып семіп жасына жетпей кемпір құсап бүкірейіп қалған қыздарын үй іші шақ таныды. Қарағым-ай, бетіңде не қан, не сөл жоқ. Мынау қызыл қарын баланың бәрін немен асырап жүрсің? Анау
кеусімағын жарытып жұмыс істей ме деді кісіні сырт пошымынан танитын әкесі аман саулықтан соң шыдамы бітіп. Күнінде аспандағы айға бірге барамыз деп алдап солап құр уәдемен тойдырған Нүкістің пәтерден пәтер жалдап, қатын баласын тиын тебенсіз, ас сусыз қалдырып, кейде өзі ұшты күйлі жоғалып кететінін, ондайда біреудің жертөлесін, біреудің ескі сарайын жағалап, қара нанға зар болып қалатынын, тұрмыстары өте мүшкіл екенін алыстағы ата-анасы қайдан білсін. Ал екі беті жылтыраған күйеу баласы болса бөшке десеміз, кірпияз, тәкаппар, кедейдің керлегені жаман демекші, алдына келген асқа біреу у салып бергендей таңдап ішеді, кіріп шығып насыбай атады, сауда-саттықпен айналысып жүргенде телефоннан түспейді, әлде кіммен ақылдасады, кеңеседі, ешкіммен ісі жоқ, сен барсың ба, жоқсың ба, оған бәрібір, сырт көз сыншы демейді. Шалбарының балағы шолтиып, тікесіне тік тұрып, көрінген жерге дұға қылады. Молда болғанмен басында тақияш жоқ, жалаңбас жалаң аяқ. Дастарханнан тұрарда ас қайтармайды, бетін сипамайды, бит басына бармайды. Бұл сонда қай діннің жетегінде жүр. Бәшбайын тарбетіп Аллаға сыйынған адамды алғаш көруім, сөйте тұра сені тырп еткізбейді. Шырағым, елім барда есін тап, мынадан құтыл, айырылып кет, өзі кете берсін, сен қал. 5 баланды бірден етіп асырармыз. Ішіме сыйдың ғой, сыртыма да сыясың. Азып тозып қартайып кетіпсің. Бұл сонда не өмір, деп шеше байғыз келгелі күңкілдеп қақсайды. Тап осы ойды әкесі де қостайды. Қыздары тұнжырап, келіспеген кейіп танытады. Әбден мысы басылып, алдағы күнге деген қызығы, сенімі жоғалған. Енді міне араға тағы 5 жыл салып, онда да о дүниелік болған туысқан сылтауратып, Нүкісті әзер көндіріп төркініне әкеліп еді. Онсыз да көңілі пәс Райханның ішкенін ірін, жегенін желім қылды жетесіз байы. Аялап ардақта өсірген қыздарын теріс жолға салғаны аздай, отырса опақ, тұрса сопақ қылған, көз көре қор еткен Нүкіске әке-шешесінің қаны қайнады. Екеуінің арасына түсейін десе, енді бәрі кеш секілді. Шеттей 8 сәбимен әкеден тірідей айыруға дәрмен жоқ. Оның үстіне Райханның айтуынша, еш жерде тіркелмеген некесіз отбасының шегеленген тәртібін бұзуға болмайды. Отағасының айтқаны заң, қаһары қатулы патшаның алдында әйел күн, әйел құл, осымен бітті шаруа. Манағы түймедейді түйдей қылған айқайдан соң торға түскен торғайдай бүрісіп үйге келген Райханға баяғы жылап көріскен шешесі: қызым, Нүкістің сені бұлай жәбірлеуге хақысы жоқ, әр адамның өз құны болады, саған кінә тағудың өзі күнә, оның жазасын бергіземіз, басындырмаймын, сені қамап ұстауға дәті қалай шыдайды деп кіжініп еді. Апа, мына билетті кері өткізіп, күнін таңертеңге ауыстырамын. Отағам тез қайт деп ұрсып жатыр. Ерім бір жақта, мен бір жақта жүре алмаймын. Айдың соңын күтсек, Нүкісім жазамды оңдырмай береді. Маған ренжімеңдер, жолға жиналайын деп Райхан бала-шағаның емізігін, жаялығын түгендеуге кірісті. Ойбай-ау, домбырам не дейтін, мен не деймін? Жаңағы ұрыс керістен соң бір шешімге келген шығар десем, басында билік қалмаған екен ғой мына бейшараның. Сол оңбағанға тиіп бақытыңды босқа қайтардың. Ол діннен тапқан пайдан қайсы? Көрген қызығын осы ма? Оқып қурадың да қалдың. Ал оның түгі кеткен жоқ. Әй Алламай, саған не жазып ем деп анасы зарын елеп отыра кетті. Әй жұпар, тый көз жасынды, 100 жерден жетеп келсең де болар іс болды енді. Босқа аузыңды ауыртпа, сыбағасын салып жібер, барсын, жазмыштан озмыш жоқ деген. Біз қақсағанмен көніп тұрған қыз жоқ қой. Сау басына сақина тілеген өзі, аман болсын да жүре берсін деп әкесі Рахымбай теріс айналды. Сөйтіп араға ұзақ жылдар салып, қайын жұртына кісімсіп келген Нүкіс айналасын ұрыс-керіспен азан-қазан қылып бейтаныс елді де бездіре жазады. Миының құртын жеген күйеуін ақылмен тоқтата алмаған Райхан ақыры лажы құрып жолға шықты. Шілденің аптап ыстығында алыс сапарға қай бір асықты дейсін, баяғы бөтен үйге бардың, қыз қырқынды көрдің, олардың азғындығын тыңдап көңілінді бұздың деп жорта дау тудырған Нүкістен сескенген түрі. Бұл дүниеден бас кешкен бейшара 100 жерден ақыл қосса да шегінерге жол жоғын жақсы біледі. Әлпештеп өсірген әке-шешесінің бауырларын қимай, жаралы жүрегі туласа да Есуас байының ырқынан шығар емес. Сосын да түн ішінде етегінен тартқылаған сәбилерін жетектеп, құндақталу бөпесін қойнына қысып, арқаланып, дорбаланып, жүрдек пойызға отырды. Әлім-сымақтан арам Нүкістің артынып-тартынып барғанда тоқалдарын жағалап, көңілі ауған жаққа қаңғып кетерін, басына тас тиіп, бақыты қайтқан Райхан қайдан білсін.
Бұл шығарманы ұсыну арқылы еліміздің әлі де болса діни сауаттылықтан кенде болып жатқанын жеткізгіміз келді. Біздің қоғамда жат ағымның құрбаны болған жандар аз емес. Өкінішке қарай діни сауаттылықтың жоқтығынан талай қаракөз қандастарымыздың гүл ғұмыры солды. Мұндай күйге түспеу үшін қайтпек керек. Біздің басты мақсатымыз оқырмандарымыздың осы шығарманы оқи отырып діни тұрғыда аз да болса дұрыс таным қалыптастыруы.